бүгін біз 1 килограммдық молочная девочка тортын дайындайтын боламыз. Сіздер бұл тортты осы рецептпен сатылымға шығарсаңыздар да болады. Онда кеттік. Бірінші біз сұйық ингредиенттердің барлығын араластырып аламыз. Яғни бізде бұл жерде 85 мл сгущенка, оған 40 мл сливочное масло саламыз. Және бір жұмыртқаны салып, бірінші жақсылап араластырып аламыз. Енді біз ұнымызға разрыхлитель қосамыз, және де кішкене сода қосамыз. Разрыхлитель 1 чайная ложка кетеді. Тағы да араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін, мынау сұйық массамызға ұнымызды салып, қамырымызды жасаймыз. Порционный саламыз. Ұнның өлшемі 125 грамм болу керек. Так, мінекей көріп тұрсыздар, қандай масса болғанын. Енді осы массаны 15 минутқа просто қойып қоятын боламыз. Ол уақытта біз мына жерде 20 сантиметрлік диаметрлік форма пергамент қағазын аламыз. Және де осы жерде формочкалар жасап аламыз. Көріп тұрсыздар, осылай жауып, қайтадан ашамыз. Мінекей із қалды. Бізге 4 пергамент қағаз керек болады. Өйткені біз қазір 4 корж жасайтын боламыз. Осы массадан 4 корж шығады. Айта кетейін, қандай крем дайындағанымды: 250 грамм творожный сыр, 350 грамм сливки және 100 грамм қантты миксерлеп өткізіп алдым. Мінекей дәмі деген енді прям керемет крем болып тұр. Екінші коржымызды тағы да духовкаға жібереміз. Енді мысалға бұл корждар 150-160 градуста піседі. Ал мінекей корждарымыз суыды. Корждарды аламыз. Бірінші слойды жабыстыру үшін кішкене мына жерге былайынан қоямыз. Енді бірінші коржымызды жібереміз. Видеоның соңына дейін келгендеріңізге рахмет. Парақшама тіркеліп қойыңыздар. Біздің YouTube арнамызда осындай керемет рецепттер беріледі. Бұл рецептпен сіз беймарал ақша тауып бастап кетуіңізге болады. Лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Барлықтарыңызға рахмет, қыздар.